Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода әсіптен өте дәмді қылып ыстық тағам дайындайтын боламын. Алдымен 2 жұмыртқаға тұзды қосып, үлкендеу қылып қамыр илейміз. Қамырды 15 минутқа тындырып қойып, сол кезде подливамызды дайындап, астын баяу отта қайнатып қоямыз. Нанымызды жайып, өте жұқа қылып жайып алып, сұйық майды жағамыз. Барлығын бір тегіс қылып жаққаннан кейін 5 минуттай қоя тұрамыз май сіңгенше. Одан кейін осылай орап, және бірде қылып 4 бөлікке бөлдім. Енді қайнап тұрған сорпаның үстіне осылай мантаварканың ыдысына түбін майлап, қамырды мендегі пісіп дайын тұрған әсіпті салып, баяу отта бір жарты сағаттай қайнатамыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды алып, кесеміз, осылай кесіп, ыдысымызға салып, көргендеріңіздей өте жұқа, арасы жабыспаған. Енді үстіне әсіпті саламыз, подливасын құйып, жуасын салып, осылай тамағымыз дайын. Мен үнемі әсіпті осылай қайнатып, дайындап қоям. Асыққан кезде осылай ыстық тағам дайындай қоятын қылып. Ас болсын.